Dostlar, екінші бөлімді толық түсіну үшін міндетті түрде бірінші бөлімді тыңдап шығыңыз. Ендеше тақырыпқа арқау болған Құранның өзіне зер салып көрелік. Жаратқан Жаббар қасиетті кітабында Нахл сүресінде былай дейді: "Аллаху анзала минас самаи маан фа ахья бихил арда ба'да маутиха. Инна фи залика лаая лиқауми ясмаун." Аллах Тағала аспаннан су түсіріп, өлген, яғни жансыз қалған жерді қайта тірілтті. Міне мұнда құлақ асатындар үшін үлкен ғибрат бар. Расында да бұл аятта үлкен ғибрат жасырылған. Ендеше қараңыз. Бұл аятта Аллах Тағала нөсерліп жауатын жаңбыр туралы сөз қозғап тұр. Яғни жаңбыр ол жердің қайта тірілуіне, көгеріп өсуіне септігін тигізетін негізгі фактор саналады. Демек, егер жер бетінде жаңбыр жаумай, жер солай өлі кейпінде қала берсе, онда өмір сүру мүмкіндігі мүлде болмайтын ешкім жоққа шығара алмайды. Біз жер бетінде тайраңдап жүруіміздің басты себебі көктен жауған жаңбырдың арқасында екен. Бұл жерде әрине кеше бүгін жауған жаңбырды ғана айтып тұрған жоқ, адамзат болмысынан бұрын бүгінге дейін жауып келе жатқан су меңзеліп тұр. Бұл аяттағы бірінші мәселе. Аталмыш сүренің тағы бір аятында былай делінеді: "Хуаллази анзала минас самаи маан лакум минху шарабун ва минху шажарун фихи тусимун." Жаратқан Жаббар сендерге аспаннан су түсірді. Сендер одан қалағанша су ішесіңдер, әрі одан мал жаятын өсімдіктер өседі. Юмбиту лакум бихи зар'у ва зайтун ва нахилу вал а'наб ва мин кулли самарат инна фи залика лаая лиқауми ятафаккарун. Сондай-ақ су арқылы сендерге егін, зәйтун, құрма және жүзім ағаштарын, бұған қоса басқа да барлық жемістерді өсіреді. Расында осыларға ой жүгіртетін адам үшін үлкен ғибрат бар. Ендеше аятты тарқатып айталық. Бұл жерде екі түрлі жеміс туралы сөз қозғалады. Біріншісі мақсатты жеміс. Яғни адам баласы аяттағы зейтун, құрма және жүзім ағаштары секілді белгілі бір жемістерді өсіру үшін ол алдымен бір жер алқабын алып, оны құнарландырып, егіндік егеді. Содан кейін барып, онда аталған арнайы жемістер өсіп шығады, және оның шығуына адам баласы әжептәуір тер төгеді. Себебі мұндай жемістер аспаннан қанша жауын жауғанмен адамның ықпалынсыз өздігінен өсіп піспейді. Бұл аяттағы жүзім, зейтун, құрма секілді белгілі бір мақсатты жеміс түрлеріне байланысты. Сондай-ақ екінші ол мақсатсыз жеміс. Яғни аяттағы басқа да барлық жемістерді өсіреді деген аяттың астында жаратқан Жаббар адамның қатынауынсыз, көмегінсіз де жаңбыр арқылы басқа да жемістерді өсіретінін айтып тұр. Мәселен, Амазонка өзенін жағалаған орманға қарайтын болсаңыз, онда көптеген түрлі түсті біз білмейтін жемістер бар. Олардың барлығы жаңбыр арқылы өздігінен өсіп жатыр. Демек, көктен түскен жаңбыр арқылы екі түрлі жеміс өсіп шығады екен. Біріншісі адамның еңбегі арқылы өсетін жемістер, ал екіншісі жабайы орманда өздігінен өсетін жемістер. Бұл екінші мәселе. Енді мынаған көңіл бөліп қараңыз. Негізінде бұл аяттың тікелей аудармасындағы берілетін мағынасы ғана. Оның тағы екінші мағынасы бар. Онда көктен түскен жаңбырға еш қатысы жоқ. Егер берілген аятқа зер салатын болсақ, онда ол өзінен бұрын келген аяттың мағынасын толық ашуға көмектеседі. Ал өзінен бұрын келген аятта былай делінеді: "Вама анзална алейкал китаба илля литубаййина лахум аллази ихталафу фих ва худан ва рахматан лиқауми юъминун." Расында біз Құранды адамдар бір-бірімен қарама-қайшылыққа келгенде ақ-қараны ажырату үшін, сондай-ақ иман келтіргендерге тура жол табу үшін әрі мейірім етіп түсірдік. Бұл аятта жаратқан Жаббар кітапты, яғни Құранды не үшін түсіргені туралы айтып тұр. Яғни Аллахтың бірлігіне иман келтірген мұсылмандар үшін көкейлеріндегі күмәнді сейілтіп, ақиқатты табу кезінде түрлі сұрақтарға жауап беру мақсатында осы Құранды басшылыққа алу керектігі ескеріліп тұр. Бұл өз кезегінде Құранды көнерген, онда мазмұнында ештеңе жоқ деп айтатын, әрі халықтың арасында дау-дамай тудыратындарға тікелей үндеу болып табылады. Сонымен қатар, бұдан кейінгі келесі аятта көктен жаңбыр түсірген туралы айтылған болатын. Демек, егер біз Құранның адам баласына беретін әсерін, пайдасын түсіну үшін, алдымен біз жаңбырдың жерге беретін әсерін дұрыс түсініп алуымыз керек екен. Енді қараңыз, су бізге не береді? Адамның денесі 70%-дан аса судан тұратынын ескерсек, су бізге ең бірінші кезекте өмір береді. Ол тіршіліктің қайнар көзі. Онсыз өмір сүру мүмкін де емес. Сәйкесінше, жауынның да жерге түсуінің о бастағы мақсаты өлген жерді тірілту болған секілді. Құранның да жерге түсуіндегі негізгі мақсаты рухани,
моральды іштей өлген адамдардың жанын қайта тірілтуді көздейді екен. Әлемде болып жатқан саяси, әлеуметтік, нәсілдік, географиялық, экологиялық және тағы басқа проблемалардың барлығына қарамастан, Құран әрбір жеке дара адамды қайта тірілтіп, оны екі аяққа тұрғызып, жан дүниесін жаңарту үшін түскен бірден бір кітап екендігін бұл екі аятта нақты айтылып тұр. Сонымен қатар жоғарыда аятта ескерілген екі түрлі жеміс секілді, жаратқан Жаббар да адамдарға Құранның әсерін осылай екі түрде жіберіп отырады екен. Мәселен, кейбір адамдар дінді үйрену үшін арнайы дәрістерге қатысып, кітаптар оқып, жүйелі түрде оны ізденеді. Бұл жоғарыда атап кеткен мақсатты жеміс секілді, яғни белгілі бір ұстаздың көмегімен, ықпалымен адам жүйелі түрде дінді оқып, оны түсіне бастайды. Осылайша ол өзгенің көмегімен жан дүниесіне рухани жылу тауып, көкейдегі көптеген сұрақтарға жауап алып, күмәндарын сейілтеді. Ал кейбір адамдарға бұл дін мақсатсыз өскен жеміс секілді жетеді. Яғни біз осылай мәселен Құран туралы сөз қозғап, оның аяттарын жан-жақты талқылап, YouTube'қа сала беретін болсақ, бір күні бір адам оны көріп, өздігінен дінге деген, Құранға деген қызығушылығы артып, исламға келуіне немесе көкейдегі сұрақтарына жауап табуы әбден мүмкін. Бұл жерде біз ондай адамға арнайы жеке дәріс оқытпасақ та, ықпал етпесек те Аллах тағаланың қалауымен олар осындай әңгімелерді тыңдап, ақиқатқа көзі жетіп жатады. Бұл бір Амазонкада мақсатсыз өскен жеміс секілді. Жаратқан Жаббар қалаған бендесіне тура жолды түрлі бағытпен көрсетеді. Ендеше аятта ескерілген су адамның өмір тіршілігіне қаншалықты қажет болса, Құран да адам баласы үшін бұл өмірде шалыс баспау үшін соншалықты маңызды екенін көрсетіп тұрғандай. Егер біз осылайша Құранға зер салып, оның ішінен адамның рухани дамуына, тұлға болып қалыптасуына ықпал ететін факторларды теріп алып, өзгеге үйрететін болсақ қана, онда тақырыпқа арқау болған басты деген үш мәселенің алдын алуға болар еді. Сонда ғана біз Құранды көнерген емес, керісінше көркейтетін кітап ретінде танитын едік. Ал осылайша ешбір амалсыз Құранға ден қоймай, жақының өлгенде ғана жаныңа жылу сыйлайтын құрал ретінде қарай берсек, онда ол әрбір үйдің төрінде ақ матаға оралған күйде сыры ашылмаған көне кітап болып қала беретіні анық. Бұл заман көрсетіп отырғандай, уақыт өтіп барша қоғамның дінді теріс түсінуіне басты проблемаларға алып келеді. Сонымен қатар аяттағы жемістерге қатысты айтатын тағы бір мәселе, егіншілікпен айналысу жұмысы адамзаттың о бастағы өркендеуінің негізгі қайнар көзі екендігін ешкім жоққа шығара алмайды. Егер егіншілік болмағанда адам баласының өсіп жетілуі екіталай еді. Бұған қоса, егіншіліксіз қазіргі әртүрлі бағытта дамыған елдердің, зәулім сарайлармен әсемделген қалалардың, түрлі инфраструктуралардың да болуы да мүмкін емес еді. Демек, егінмен дұрыс айналыса білудің арқасында адам баласы бүгінде өркендеп, көптеген жетістіктерге қол жеткізіп отыр. Сол сияқты егер біз мұсылмандар Құранды қалай тиімді пайдалануды білмесек, оны өзгеге үйрете алмасақ, онда бұл біздің мұсылмандық сипатымызға үлкен сын. Бір сөзбен айтқанда, мұндай жағдайда бізден ешқандай пайда жоқ. Өйткені Құранда бізге дейін қанша адамдарға кітап түсіп, оларға пайғамбарлар келгені нақты баяндалған. Ал олардың барлығы қазір қайда? Олардан бір өркениет қалды ма? Мысырды билеуші Перғауын қайда кетті? Өздерін құдірет иесі санаған Ад пен Самуд қауымы қайда? Құранда олардың барлығы жойылғандығы туралы айтылған. Демек біз Құранды өзіміз түсініп, оны өзгеге дұрыс жеткізе алмасақ, оны тиімді пайдалана алмасақ, Аллах тағала өзінің тірлігін соңына жеткізу үшін міндетті түрде бізді кетіріп, басқа пайдасы бар адамдарды біздің орнымызға алып келеді. Бұл жайында Құранда وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ. Егер Аллахтан бет бұрсаңдар, орындарыңа сендерден басқа халықты ауыстырады, сосын олар сендер сияқты болмайды делінген. Сондықтан бұл ретте біз тараптан мейлінше білгенмен бөлісу талап етіледі. Асыл пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам өз хадисінде, менен бір аят болса да жеткізіңдер деп айтқандай, біз аз да болса әрекет жасасақ, жаратқан Жаббардың өзі оны үлкен етіп қалаған пендесіне жеткізіп қояды екен. Біз мынаны жақсы білуіміз керек. Құранда қандай да бір мысал келтірілетін болса, ол бекер емес. Оған біз мұқият қарап талдау жасайтын болсақ, бұрын соңды білмеген дүниелер ашыла береді. Мұны ілгеріде ғалымдар өзі еңбектерінде анық айтып кеткен. Бұған қатысты келесі бір аятта Аллах тағала былай дейді: وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ. Біз бұл мысалдарды адамдар үшін келтіреміз. Әрине одан білімі бар зейінділер ғана ой түйіп ғибрат алады. Ендеше бұл шығарылымда пайдалы болған қандай да бір мәлімет болса,
ол тек жаратқан Жаббардан ғана. Ал қателіктер болса, ол тек біз тараптан. Себебі Аллах Тағала мен оның елшісі барлық қателік атауынан пәк.